Баршаңызға қайырлы күн. Мандарин жаңа жылдың басты белгілерінің бірі. Цитрус ағашының шағын жемістерін қызықты дәмі және пайдалы қасиеттері үшін бұрыннан жақсы көреді. Мандарин туралы 5 фактке тоқталатын болсақ, бірінші факт: Қытай империясының мандариндер деп аталған мемлекеттік шенеуніктердің арқасында атағын алған. Сонымен қатар олар қою қызғылт сары мантия киіп жүретін болған. Оған қоса цитрус ағашының шағын жемістері салтанаттың заты ретінде қабылданған. Сондықтан оны жоғарғы қызметтегі кісілер ғана ала алатын болған. Екінші факт: бір мандаринде шамамен 2 шай қасық қант бар. Үшінші факт: кішкентай қызғылт сары жеміс С дәруменінің керемет көзі. Оның бір түйірін жеп, сіз өзіңізді тәуліктің норманың 80%-мен қамтамасыз етесіз. Төртінші факт: әлем бойынша мандаринді ең көп шығаратын да қолданатын да Қытай болып саналады. Жылына Қытайда 12 миллион тонна цитрус алынады. Бұл тізімде Қытайдан соң Испания, Түркия, Бразилия және Египет орын алады. Бесінші фактке келер болсақ, жаңа жылға мандарин сыйлау дәстүрі өз бастамасын Қытайдан алады. Қытай жаңа жылын тойлау кезінде мандарин молшылықтың және сәттіліктің белгісі болған. Сондықтан оны жиі достарына, туыстарына және іскерлік серіктестеріне сыйлайды. Содан соң бұл дәстүрді ақш, Канада және Ресейде қолданып кетті. Алайда мандариннің күшті аллерген екенін ұмытпаңыз. Сондықтан дәрігерлер сау ересек адамдар күніне 5-7 мандарин, ал балаларға 2-3 мандарин жеуді ұсынады. Олар жүкті және бала емізетін әйелдерге тіптен жемей тұра тұру керектігін айтады. Қазақ каналының дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, өз пікіріңізді жаза кетіңіз.